Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін біз Google компаниясы ұсынған Family Link, яғни ата-ана бақылауы, родительский контроль қосымшасын жүктеп, онымен жұмыс істеу жолдарын үйренетін боламыз. Google Play қосымшасын ашып, поиске Family Link для родителей қосымшасын орнатасыздар. Орнатылып болғаннан кейін қосымшаңызды әрі қарай инструкция бойынша мәліметтеріңізді енгізесіздер. Аккаунтын, баланың аккаунты, өзіңіздің аккаунтыңызды және пароль. Баланың телефонын алып, экранда көрсетілген 4 шартты орындап шығасыздар. Программаны орнатып, барлық шарттарын орындап болғаннан кейін экранда программа пайда болады. Ашасыздар. Баланың есімі жоғарыда көрініп тұрады. Және жаңадан қосуға болады. Добавить ребенок деп келесі балдарыңызды қосуға болады. Бұл жерде шектеуге қоюға болатын барлық батырмалары бар. Мысалға, гаджетті пайдалану уақытын орнатуға болады. Көрсетілгендей, доступ по расписанию дейді. Өзіңіз уақытын қоясыз, мысалға 23:00-ге қойсаңыз, дәл сол уақытта баланың ұйықтайтын уақытында телефон толық бұғатталады. Және апта бойы қоюға болады настройкаға. Және де мына төменгі жағында ограничение на контент деген бар. Сол жерді бассаңыздар, барлық қолданылатын программасы, ойын, WhatsApp, YouTube каналдары шығады. Сол мысалға YouTube каналына блокировка жасауға болады, немесе қолдану уақытын шектеуге болады, және толық рұқсат беруге болады. Осында 3 бастырмасы бар. Қалауыңызша бұғаттауға болады. Дәл осылай WhatsApp қосымшасының қолдану уақытына шектеу орнатуға болады. Жалпы баланың телефонындағы барлық қолданып жүрген қосымшалардың тізімі көруге болады. Бұл жерде әрқайсысына өзіне шектеу қойып, немесе бұғаттауға мүмкіндіктеріңіз бар. Егер бала телефонына өздігінен рұқсат етілмеген программаны немесе ойынды орнататын болса, мысалы ойынды жазып көрейік, орнатуға бір ойынды орнатып көреміз. Установка. Требуется разрешение дейді. Пароль сұрайды. Бұл парольді тек ата-ана біледі. Яғни ата-анадан паролін сұрауға мәжбүр болады. Орната алмайды. Программаның жалпы ерекшеліктері көп. Соның бірі статистика. Статистикада міне бала қолданған программалардың уақыты көрсетіледі. Және қанша уақыт қолданды, не істеді, барлығын өздеріңізше настройка жасауға болады. Одан кейін местоположение деген бар. Бала қай жерде жүр, қай жерлерде жүрді, қай адресте, адресін көруге болады. Улица Арғынбекова, город Шымкент, Қазақстан. Және де телефонының қуаты 74%, минуты барлығын көруге болады. Яғни балдарыңыздың қай жерде жүргенін анықтауға болады. Көп мүмкіндіктері бар. Ішіне кірсеңіздер, барлығы түсінікті. Өз қалауларыңыз бойынша орната аласыздар.
сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Балаларды ғаламтор желісінен байланысына шектеу қоятын Family Link программасын орнатуын көрсететін боламын.